Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, бүгін біздер міне осындай кереметте Акинатордан өзімізді тауып көретін боламыз. Мен осыдан 5-6 ай бұрын өзімді іздеген болатынмын. Ол кезде енді таба алған жоқпын. Былай суретім шыққан жоқ. Блогер Айбек деп шықты ау деймін. Мені блогер Сакоз тапқан болатын, блогер Айбек деп, бірақ ол кезде суретім шыққан жоқ. Былай затты списоктың ішіне кіріп қарап сол жерден тапқан болатын, бірақ көп адамдар маған жіберіп жатыр, сен таптық, Айбек өзің істеп қарашы, осылай видео түсіріп қарашы деп, соған мен видео түсірейін деп жатырмын. Ендеше көп созбай видеомызды бастайық. Айтпақшы, тағы да бір айтатын жағдай, мен екінші экран алдым. Мен летсплейшек емеспін, бірақ екінші экран алдым. Екінші экран алғанда, былай монтаж жасағанда, бір экранға монтаждың заттарын қоямын да, екінші экранға сол монтаж жасап жатқан видеоны қарап отыратын боламын. Және де тағы да басқа заттарға өзінің көмегін тигізеді. Ал ендеше мен зат айтып кеттім, видеомызды бастайық. Так, міне қазір Акинатордың ішіне кірдік. Міне, привет. Привет, я Акинатор. Чтобы начать игру, нажмите играть. Так, жасым дейді. Менің жасым 14-те. Кеттік, бастайық. Жоқ, қыз емес. Мен өзім іздеп жатырмын. Тағы да басқа ютуберлерді іздеп көретін боламыз. Шын өмірде өмір сүремін. Так. Дұрыс, YouTube. Жоқ, мен ешқандай да Майнкрафт түсірген жоқпын. Компьютердің игрін. Жоқ. Мен ондай ойындар түсіріп, YouTube қалай айтсам болады, ойындар түсірген жоқпын десем болады. Музыка. Жоқ. 15 леттен, леттеп 15 жастан жоғары ма дейді жасы. Жоқ, мен 15 жаста емеспін, мен 14 жастамын, 16-17 жаста болғанда даны басуға болатын еді. Әрине, адамды жынды екен, человек дегенде сұрақ ба ма? Акинатор қуады. Кіші қарындасым бар. Жоқ. Қуады едім ғой, ең бірінші жасында жігіт па деп сұрап алып, женского пола деймін. Жоқ, мен әкеммен видео түсірмеймін. Папаммен видео түсірмеймін. Әрине, Құдайға сенемін. Жоқ, қумашы, жынды екен ғой. Жоқ, мен мысалға, міне, сіздің іздеп отқан адамыңыз сізді танима деп тұр. Мен қазір иә деп бассам, ол бұл сіз деп сөйтіп шығады, ал мен жоқты басуым керек сондықтан. Так, міне, қолға мән бермей ақ қойыңыздар. Қол жұмыс жасап жүріп кесіп алдым. Так, жоқ деп басуымыз керек біз, жоқ. Да, инстаға история саламын. Қазақстанда тұрады. Вот, енді кішкене нормально қояды. Қумаш, жынды екен ғой. Жоқ, кукла жинамайын. Қазақстанда оқып жатырмын қазір. Жоқ, миллиардер емеспін, мен гений емеспін. Дурачиться. Жоқ, мен қумаймын ғой. Дурачиться деген, қуама деген болу керек, қателеспесем. Капучино. Жоқ, мен кәмелет жасқа толған жоқпын. Мұны не қыл деп қуып отыр вообще? Блогер Айбек? Мені тапты! Yes! Мүлдем танымайтын бір бала. Блогер Айбек дейді. В общем-то, мені тауып тұр, бірақ фотосы басқа. Дымды түсінбедім. Бұл былай болған деп ойлаймын, мен бұл блогер Айбекті тапты де, мысалға, бір адам іздеді мені, сосын мені таба алған жоқ, сосын мана списоктың ішіне кірді, сол жерде астына барып, менің бұл жерде іздеген адам жоқ деп жазды, өзінің фотосын қойып, сосын блогер Айбек деп жазып қойды деп ойлаймын. Әлде болмаса қалай? Алдағы уақытта өзгереді деген ойдамын. Бұл фотода тұрған дымда да жоқ, бастысы мені тауып тұр. Бұл дегеніміз өте керемет. Бұрынға қарағанда жақсы, бұрында мүлдем фото тұрмайды еді бұл жерде. Так, достар, енді мен пазл YouTube арнасын іздейін деп отырмын, табатын шығар деген ойдамын. Кеттік ал. Жоқ, қыз емес. YouTube'да каналдары бар. Жоқ, Майнкрафтпен байланысы жоқ. Жоқ, компьютерді ойындар емес. 15 жастан жоғары жастар. Сақалы жоқ. Жоқ, музыканың клип. Миллион подписчиктер жоқ, бірақ бұйырса алдағы уақытта болады деген ойдамын. Жоқ, Москвада тұрмайды. Жоқ. По-русски.
орысша сөйлей алатын шығар, бірақ я не знаю дегенді баса салайын. Қазақстанда тұрады, дұрыс. Мектепке бармайды, қателеспесем жұмыс жасайды. Онлайн ойындар. Білмедім ол жағын. Қазақстанда қызы бармайды. Қызы бар шығар деп ойлаймын, енді қазақ болғасын, Қазақстанда тұрғасын, өзі қызы да қазақ болады. Юмор дейді. Жоқ. Инвалид жоқ. Жоқ, әнші емес. Әрине, ютубқа тіркелген мана сұрап, тағы да сұрап отыр. Жоқ. Квартира дейді. Әрине, өзінің бар да, үйі бар ғой. Квартирасы. Дейді, жоқ, балдар жоқ. Самбомен айналысама дейді. Білмедім оны. Русский дейді. Жоқ, орыс емес. Я не знаю, баса салайын. Жоқ, возможно деген дауыс қой. Дұрыс достар, мен кімді іздедім, дәл соны тапты. Пазл ютубер. Жарайсың, Акинатор. Мен пазлды іздеп көрмеп едім, бірінші рет іздеп отырмын, пазл ютуб арнасын тапты. Бірақ фотосы жоқ, бұрынғы менің сияқты фотосын салмаған. Фотосын алдағы уақытта бәріміздің фотомызды жақсылап салып, жақсы осылай Акинатор жақсы табады деген ойдамын. Ал достар, міне осымен біздің видеомыз соңына жетті. Бүгінгі видеода мен өзімді таптым, фотосы басқа, және де пазл ютуб арнасын таптым. Пазлдағы үш ағамыз көріп отқан болсаңыздар, сіздерді таптым. Мен табам деген ойымда болған жоқ. Андай топ факт түсіргесін сіздерді салмайды шығар деп ойладым, бірақ сіздерді тапты. Бұл өте керемет жетістік деп ойлаймын. Айтпақшы, сіздерді 250 мың жазылушыларыңызбен құттықтаймын. Бүгін 250 мың жазылушы болды. Шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта 500 мың және де 1 миллион, одан да ары қарай дамисыздар деген ойдамын. Жоқ, ойда емеспін, дамисыздар. Сіздерге осы Акинатор ойын ұнады деген ойдамын. Егер де тағы да басқа ютуберлер тапқыларыңыз келсе, осы Акинаторға кіріп іздеп табуларыңызға болады. Сіздермен бірге болған мен Блогер Айбек. Давайте, достар.